Балалар, 11-ci беттегі 5-ci есепке қараңдар. Ағаштан мүсін жасау үшін орманнан 43 бөрене әкелу қажет. Мәшинеге 4 бөренеден артық салуға болмайды. Барлық бөренені әкелу үшін орманға неше рет баруға тура келеді. Ойланыңдар. Қайтадан түсіндірем, қараңдар. Орманнан 43 бөренені әкелу керек, Мәшинеге 4 бөренеден артық салмайсың. Неше рет баруға тура келеді. Қол көтереміз кәні. Ал, кім айтады, балалар? Кім тапты? Таптыңдар ма? Кәні, Нұрсабыр айта қойшы. Бұл жерде 40-та 4-ке бөлеміз. 10 рет барып келу керек. Ал бізге 43 бөренен әкелу керек деп отыр ғой. Отыр. Кәні, қандай амал орындаймыз? Қалай табамыз? Кәні, кім айтады? Балауса? 43-те 4-ке бөле алмаймыз. Сондықтан 40-та 4-ке бөлсек 10 шығады. 3 қалдық қалады. Орманға 10 рет барып келу қажет. Сен солай ойлайсың, Отыра ғой. Тағы да кім? Сендікі де дәл сондай ма? Кәні, кімдікі дәл осындай? Қолдарын көртерсінші. Дәл балауса сияқты шығарғандар бар ма тағы да? Мырзали, Алижан. Кәні, кімдікі? Айкөркемдікі сондай екен. Сонда орманға неше рет барады дейсіңдер? Кім келіспей жатыр? Ағанас келіспей жатыр, Алижан келіспей жатыр. Алижан, жаңа сен солай шығардың деп едің ғой. Келіспей жатсың ба? Ал, неше рет барады? Кәні? Інжу? Орманға неше рет барады? 10 рет барады дейді. Келісіп ұтсын ғой сен, Ал, тағы кім айтады? Кәусар, неше рет барады орманға? Орманға 8 рет барады. Ал, сенде 8 рет болып шықты, Кімде тағы да неше рет Кәні Ағанас? Менікі 11 рет. 11 рет болып шықты ма? Ал, Себебі 43-те 4-ке бөлгенде 13 қалды. 10 рет барып келеді. Және 3 бөрене артық қалды. Соны тағы да мәшинеге салып, алып келсек, 11 рет барып келуге тура келеді. Жарайсың. Қандай керемет. Дұрыс.